Сәлеметсіздер ме? 5 сыныпқа арналған жаратылыстану пәнінен жаңартылған оқу бағдарламасының мазмұнын қарастырамыз. Экожүйе түрлерін жіктеу. Сабақ алдында қарастырылған өлі және тірі табиғат үдерістерімен өте тығыз байланысты. Сабақ барысында алынған білім оқушыларға орта факторларының экожүйеге тигізетін әсерін, сонымен бірге табиғи экожүйелердің жасанды экожүйелерден айырмашылығын түсінуге мүмкіндік береді. Экожүйе түрлерін жіктеу 6 сыныпта экожүйелерді ауысу себептерін түсіндіру оқу мақсатында тереңірек беріледі. Сабақты оқушыларға экожүйелерді өздігінен жіктеуге мүмкіндік беруден бастаңыз. Ол үшін оқушыларға өздерін 1986 жылы экожүйелерді 3 топқа бөлген Юджин Одум рөлінде елестетуін сұраңыз. Оқушылар образға тезірек ену үшін әрқайсысына 4 ұшты магистр қалпағын беріңіз. Оларға Юджин Одум портреті мен ғаламторда қолжетімді қысқаша баяндамасының бейне жазбасын көрсетіңіз. Экожүйелерді 3 топқа бөлген кезде Юджин Одум экожүйедегі өсімдік типтері мен сол аумақтан ағып өтетін судың физикалық қасиеттері мен туралы мәліметті басшылыққа алғандығын түсіндіріңіз. Сыныпты 3-4 топқа бөліңіз. Әр топқа тундра, тайга, дала, шөл, саванна, өзен, бұлақ, көл, тоған, су қойма, батпақ, мұхит, теңіз экожүйелерінің суреттерін беріңіз. Оқушылардан Юджин Одум бұл суреттерді қалай 3 топқа бөлу мүмкін екендігін сұраңыз. Экожүйелердің қандай айырмашылықтары мен ұқсастықтары жіктеу кезінде шешімге әсер етер еді. Юджин Одум қандай мақсатпен экожүйелерді жіктегендігі туралы сұраңыз. Бұл жіктеу адамға қандай көмек көрсетеді? Топтарға ойлануға уақыт беріңіз. Тақтаға оқушылар ойын жазып, оларды қорытындылаңыз. Сыныппен бірге экожүйенің жерүсті, тұщы су, теңіз экожүйесін анықтаңыз. Жоғарыда берілген суреттерге қарап, әр экожүйеге тән ерекшеліктерді кестеде тұжырымдаңыз. Оқушыларға өздерін жер экожүйелері тақырыбындағы саяхатшылар клубы телебағдарламасының түсіріліміне қатысушы екендерін елестетуді сұраңыз. Бағдарлама соңында ойыншылар арасында экожүйелерді үздік бүлініші анықтауға бағытталған сайыс болатындығын түсіндіріңіз. Ол үшін оқушылардан экожүйелер туралы 3 шағын мәтінді оқып, олардың қай экожүйеге жататынын анықтауын сұраңыз. Оқу үдерісіне шолу жасау мақсатында оқушыларға ертіс, қазақ даласы, тынық мұхиты туралы ғаламтордан қолжетімді бейне баяндар немесе суреттерді көрсетіңіз. Мәтінмен жұмыс жасап болған соң, оқушылардан экожүйелерді жіктеуге көмектесетін тірек сөздерді теріп жазуларын сұраңыз. Көзқарас. Оқушыларды алдын ала бір экожүйенің тундра, бұлақ, тайга, мұхит, су қойма, шөл, өзен, саванна, дала, тоған, қайранның жаға суы,
қолтабан көл, теңіз, шығанағы, орман, батпақ суретін салуды тапсырыңыз. Сыныпта суреттердің көрмесін ұйымдастырыңыз. Оқушыларға әртүрлі мамандық иелерінің рөлінде болып көруді ұсыныңыз. Әркім өзіне сәйкес келетін рөлді таңдауы мүмкін. Мысалы, дәрігер, физик, математик, инженер, философ, сатушы, IT-инженер, бухгалтер, ұшқыш, құтқарушы, шаштараз. Осыдан кейін оқушыларға экожүйелердің суреттерін қарауын ұсыныңыз. Осы суреттерді өздері таңдаған мамандық тарапынан сипаттауын сұраңыз. Бұл тапсырма оқушыларға жаратылыстану мен адамзаттың басқа салаларымен байланысын көрсетуге бағытталған. Жауаптар. Жұмысты тиімді ұйымдастыру үшін өз көзқарасыңызды ұсынсаңыз болады. Мысалы, тоғандағы тіршілік суретіне қараған дәрігер тоған жағасында бас киімсіз жүруден ыстық өтіп кетуі мүмкіндігі туралы ойлауы мүмкін. Суда жүзіп жүрген балық түрлі паразиттер тасымалдағышы болу ықтимал. Масаның шағуы адамда аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Таза ауада тоған жағасында серуендеу адам үшін пайдалы. Зерттеушілік дағдыларын дамыту үшін оқушыларға мектеп маңын немесе өзін тұратын ауданды зерттеуді ұсыныңыз. Оқушылардан экожүйелердің түрлерін және олардың қысқаша сипаттамасын көрсете отырып, аймақтың паспортын жасауды сұраңыз. Дәлелдел ретінде аймақ картасын, фотосуреттер мен суреттерді пайдалануды ұсыныңыз. Оқушыларға фонограф тапсырмасы бойынша орман, арындаған теңіз және тау өзенінің дыбыстары жазылған жазбаны тыңдауды ұсыныңыз. Тыңдап отырып, берілген аудио жазба қай экожүйеге жататындығын анықтауын сұраңыз. Бұдан кейін оқушыларға дыбыс атауларын жазылған кеспе қағаздарды ұсынып, кезекпен дыбыстарды сынып алдында салуларын сұраңыз. Тапсырмасына дыбыстарды салмай-ақ ұйымдастыруға болады. Бұл жағдайда оқушылардан кеспе қағаздарды 3 топқа бөлуін сұраңыз. Оларға дыбыс көзін және оның қай экожүйеге жататындығын анықтау қажеттігін айтыңыз. Дыбыстардың мысалы ретінде жапырақтың сыбдыры, құстардың сайрауы, теңіздің толқынын шолуы, бақалардың бақылдауы, жылқы дүбірі, шағаланың шаңқылы, тау өзенінің сарқырауы, жолбарыстың ақыруы, дельфин дыбысы, итбалық дыбысы, сона азыны, киттердің дыбысын ұсынуға болады. Жауаптар. Жер үсті 1, 2, 5, 8 және 11. Тұщы су 4, 6, 7. Теңіз 3, 6, 9, 10, 12. Оқушыларға дифференциация ретінде күрделілігі әртүрлі деңгейдегі аяқталмаған сөйлемдері бар мәтін ұсыныңыз. Сөйлем саны мұғалімнің пайымдауымен анықталады. Алайда таңдау жасау үшін жеткілікті болуы тиіс.
мұғалім мәтіндегі сөйлем санын атайды, ал оқушы өз еркімен оларды таңдап алады. Сабақты бекіту мақсатында оқушылардың назарын ойлаң, сен білесің бе және есте сақта айдарларындағы мәліметтерге аударуға болады. Бағалау мүмкіндіктері. Юджин Одум сияқты ойланып көрші тапсырмасын орындау барысында оқушылардың экожүйелер туралы бастапқы білімдерінің диагностикалық бағалауын жүргізіңіз. Олардың неліктен олай ойлайтынын сұраңыз. Мұндай жүктеуге не себеп болды? Оқушыларға кестені толтыруды тапсырыңыз. Қажет жағдайда қолдау көрсетіңіз. Бұл іс-әрекет оқушылардың экожүйелердің бір-бірінен қаншалықты айырмашылығы бар екенін түсінуге мүмкіндік береді. Шартарапта тапсырмасында мәтінмен жұмыс жасау кезінде оқушылардың тірек сөздерді анықтай алу қабілетін бағалаңыз. Бұл іс-әрекет оқушылардың жоғары дәрежедегі талдау және пайымдау дағдыларын көрсетуге мүмкіндік береді. Берілген іс-әрекетті бағалау екі критерий: мәтін мен экожүйе түрін сәйкестендіруге, мәтіндегі тірек сөздерді анықтауға негізделеді. Көзқарас тапсырмасы мұғалімге оқушылардың шығармашылық мүмкіндіктерін сыни тұрғыда ойлау, шығармашылық, шешендік өнер және дәлелдер келтіре отырып диалогқа түсу дағдыларын бағалауға мүмкіндік береді. Бірінші кезеңде оқушылардың авторлық суреттері арқылы экожүйе және оның басты ерекшеліктерін түсіну деңгейі бағаланады. Екінші кезеңде оқу материалын синтездеуге және талдауға негізделген өз пікірін айту және бағалау дағдылары бағаланады. Сабақтың бұл кезінде оқушыларға бір-бірін немесе өзін бағалауы ұсынуға болады. Оқушыларға көмек ретінде бағалау парақтарын беріңіз. Фонограф тапсырмасын орындау барысында оқушылардың ақпаратты қабылдау типтері анықталады. Табиғат дыбыстарын аудиалды қабылдау және талдау көптеген оқушыларға экожүйелердің жіктелуі бойынша білімдерін көрсетуге мүмкіндік береді. Тапсырманың қиындығы дыбыстарды өмірлік тәжірибе және сабақта алынған білімдермен ұштастыра білуінде. Оқу материалдарын талдау үшін рефлексия әдісін қолдануға болады. Жетістік ағашы. Мұнда жасыл жапырақ қате жоқ, сары жапырақ бір қате, қызыл жапырақ 2-3 қате бар екендігін білдіреді.